Бүгінгі видеода перекис водороды 3%, қазақша сутек асқын тотығы деп айтады. Ағзаға қандай әсері бар, ағзаға қандай пайдасы бар және оны қалай ішеді, сол туралы білетін боласыздар. Перекис водороды адам ағзасындағы қышқылды ортаны сілтілік ортаға айналдырады. Қышқылды ортада ауру, вирустар, бактериялар, раковый клеткалар барлығы жиналады, ал сілтілік ортада олар барлығы жойылады. Яғни перекис водороды адамның ағзасындағы бактерияны, керек емес вирустарды, раковый клеткаларды барлығын жояды және қалпына келтіреді. Перекис водороды адамның ішектерін тазалайды, асқазандарын тазалайды, жалпы ағзаны тазалап шығады. Перекисті күн сайын ішіп, 1 ай тоқтатпай ішсеңіз, адамның иммунитетін қалпына келтіреді, иммунитетін күшейтеді екен. Перекис адамның қан айналымын тазалайды және адамға өмір сүруіне кедергі жасап жатырған заттың барлығын ағзадан шығарып тастайды, яғни тас, құм, тағы басқа заттарды шығаруға көмектеседі, яғни адамның ағзасын тазалап шығады. Қолданылуы: перекисті қалай ішеміз? Бірінші, жарты стаканнан жоғары жылы қайнап тұрған су аласыз. Сосын ол суды құйып алғаннан кейін үстіне 3 тамшы өлшеп перекис құясыз. Одан кейін ол 3 тамшыны аш қарында таңертең тұрған бойда ішесіз. Бұны деген тамшыны көбейте бересіз. Келесі күні 4 тамшы, одан кейін 5 тамшы, солай 10 тамшыға дейін апарасыз. Апарғаннан кейін сол 10 тамшыны келесі күні тағы да 10 тамшы, солай күнде қайталана береді. Соны 1 ай ішесіз 10 тамшыны. 1 стаканға 10 тамшыны 1 ай ішесіз. 1 ай ішкеннен кейін демалып, содан кейін қайтадан ішуге болады. Иммунитетіңізді көтеріп аласыз. Ағзаңызды ешқандай қымбат дәрі қолданбай-ақ осы перекиспен емдеп тазартып аласыз. Ескерту: ең бірінші аз тамшыдан бастайсыз, 1 тамшыдан да бастауға болады. Видео пайдалы болса, достар, лайк басып, каналыма тіркеліп және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Және де колокольчикті басып қойсаңыздар, менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Сау болыңыздар.